Шымкенттің әлеуметтік экономикалық дамуы және оның шешу жолдары. Шымкент қалалық мәслихатының кезектен тыс 38-ші сессиясында осы мәселе айтылды. Нақтырағы 2026-28 жылдарға арналған қала бюджетіне нақтылау енгізілді. Нәтижесінде шаһар бюджеті 868 миллиард теңгеден 893 миллиард теңгеге ұлғайтылды. Қосымша қаржы қаланың басым бағыттарын қаржыландыруға және жоспарланған жобаларды іске асыруға жұмсалады. Сессияға қала әкімі, мәслихат депутаттары, аудан әкімдері мен мекеме басшылары қатысты. Сондықтан өзгерістердің негізгі бағыттарын атап өтсек, біріншіден, әлеуметтік салада 4 миллиард теңге денсаулық сақтау, білім беру және әлеуметтік қолдау шараларына қарастырылуда. Сонымен қатар, Сайрам елді мекеніндегі номер 3 аурухананың күрделі жөндеу жұмыстарын жалғастыруға 1 миллиард теңге бағытталуда. Екіншіден, жол салу және жөндеуге қосымша 3,5 миллиард теңге қаралуда. Бұл қаржы Исраил көшесін қайта құру және көшелердегі асфальттау жұмыстарын аяқтауға жұмсалатын болады. Үшіншіден, тұрғын үй саласына 25 миллиард теңге қаралуда. Бұл қаржыға 1247 пәтер сатып алу және 600 азаматқа тұрғын үй сертификаттарын беру жоспарлануда. Төртіншіден, инженерлік инфрақұрылым саласына 806 миллион теңге жоспарлануда. Бұл қаржыға Қайнар бұлақ, Сайрам елді мекендерінің электр желілерін тарту, Базар Қақпа елді мекенінде кәріз жүйелерін тарту жұмыстарын жалғасатын болады. Сессияда 6 мәселе қаралды. Депутаттар құрылыс нысандарының тізімін бекітіп, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдардың қызметкерлеріне үстемақы төлеу тәртібін нақтылады. Сонымен қатар Шымкент қаласының құрметті азаматы атағын беру қағидалары бекітілді. Қала әкімі жанындағы халық денсаулығын қорғау жөніндегі үйлестіру кеңесінің жаңа құрамында мақұлданды. Сөз соңында қала әкімі Ғабит Сыздықбеков депутаттарға қолдауы мен бірлескен жұмыс үшін алғыс білдіріп, қаланы дамыту бағытындағы жұмыстарды жалғастыру қажеттілігін атап өтті. Қаламызда қажетті жұмыстар, атқарылатын жұмыстар көп. Соның ішінде таңдалған себебі бюджет десе, біз уақытша болса да тапшылық бар. Ең қажетті бағыттарға жұмсалып қаржы, инфрақұрылымдық жобалар болсын, айлық көтеру мәселесі болсын, үстемақы болсын, бәрі өте маңызды. Сол үшін сіздерге алғысымызды білдіреміз. Қаралған барлық мәселе бұған дейін мәслихаттың тұрақты комиссияларының отырысында талқыланған. Депутаттардың ұсыныстары мен ескертулері ескеріліп, тиісті шешім қабылданды. Қарлығаш Байгөбек, Елдар Жүнісқанов, Олжас Құдайбергенов, Әділет телеарнасының жаңалықтар қызметі.